Сәлем баршаңызға достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен клубничный чизкейк дайындайтын боламыз. Формасын өте жақсы ұстайды, дәмді өте керемет болып шығатын, кез келген джеммен, кез келген вареньемен немесе құлпынайдың өзін қосып жасасаңыздар да болатын керемет чизкейктің рецептін менен қабыл алыңыздар. Алдымен құлпынай қосылған чизкейктің қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін таза ыдысымызға електен өткізілген ұнның үстінен разрыхлитель және қант ұнтағын, егерде қант ұнтағы болмаса, шекер пайдалануға болады. Үстіне май қосып, крошка жасайтын боламыз. Мен осындай щедрое лето маргаринін пайдаландым. Қамыр өте песочный болып шығады. Құрамына қосылатын заттардың бәрін астындағы описание бөліміне жазып қойдым. Енді май мен ұнымызды жақсылап араластырып крошка жасаймыз. Осылай біркелкі етіп крошка жасап аламыз дағыны, үстіне қаймағымызды және жұмыртқаларымызды салып, жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Әр ұнның тығыздығы әртүрлі болғандықтан, сіздер 20-30 грамдай ұн қосуларыңызда мүмкін, бірақ 20-30 грамнан артық қоспаңыздар. Бізде өте жұмсақ қамыр пайда болады. Мінекей, менде кішкене жұмсақтау болды, сол үшін кішкене 20-30 грамдай ұн қосып қамыр елеп алдым. Міне осындай жұмсақ қамыр пайда болды. Енді осыны салафанға салып, холодильникке 20 минут көлемінде салып қоямыз. Ендігі кезекте чизкейктің салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына бізге творожный сыр қажет болады. Мен осындай Калех фирмасының 69%-дық творожный сырын пайдаланамын. Таразының көмегімен барлық қоспаларымызды өлшеп аламыз. Творожный сырдан басқа бізге творог, қант, кукурузный крахмал, сметана және жұмыртқа, джем или варенье или қалауларыңыз бойынша құлпынай қоссаңыздар да болады. Мінекей, салмасына қосатын барлық заттарымызды осылай салып алып, блендердің көмегімен жақсылап блендерлейміз. Мен осындай Махеев фирмасының джемін пайдаландым. Сіздер кез келген үй жағдайында варенье, құлпынайды да пайдалансаңыздар болады. Дәл видеодағыдай блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Менде түсі анық шықпады, сондықтан осындай красительді пайдаландым. Бұндай құрғақ түрі болмаса, сіздер гелевый краситель пайдалансаңыздар да болады. Достар, арнамда бұдан да көптеген тәттілердің рецепттері бар. Арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта мен сіздермен бұдан да көптеген тәттілердің рецептлерімен бөлісетін боламын. Мінекей, салмамыз дайын болды. Енді қамырды формаға видеодағыдай жақсылап орналастырып аламыз. Кондитерлік дүкеннен осындай бір форма алып қойсаңыздар, бисквит пісіргенге де, пирог пісіргенге де өте ыңғайлы форма. Қамырды формаға жақсылап орналастырып болғаннан кейін осылай вилкамен тесіп шықсаңыздар да болады. Сол кезде қамырымыз көтеріліп кетпейтін болады. Енді салмамызды құйып, алдын ала қызып тұрған 170 градус пеште 35-40 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Қамырдың жан-жағын вилканың көмегімен тегістеп аламыз. Және қамыр салмасынан биіктеу болғаны дұрыс. Өйткені пісу барысында салмамыз көтерілетін болады. Мінекей, чизкейк пісіп шықты. Міндетті түрде суытып барып кесеміз. Өзінің формасын ұстайтын болады. Дәмі енді прям керемет болып шығатын осы чизкейкті міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көріп жатсаңыздар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.